بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Қасиетті жұма күнінің қадірін, қасиетін, берекетін Алла Тағала баршамызға нәсіп еткей. Бүгін өздеріңізбен бірге Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұйырғандай, сендердің ең жақсыларыңыз Құранды үйреніп, Құранды үйреткендер деген хадисіне сай, үйренуші және үйретуші ұстаздың дәрежелеріне, сол ұстазға деген қызметтің қаншалықты дәрежеде болатындығына Құдай қаласа Құран аяттарынан және хадистерден тоқталатын боламыз. Абу Масуд аль-Ансари аль-Бадри, яғни Бәдір шайқасында жорығында болған Абу Масуд радиаллаху анху Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан мынандай хадисті риуаят еткен екен: Я умму қаума ақрауһум ли китабиллах. Құранның қадір қасиетінен, Құранды көп оқитын, Құранды жақсырақ білетін адам имамдыққа шықсын деген екен. Бұл қасиетті Құран, міне Расулулла айтып жатқандай, біздерді мынау қауымның алдына шығарады екен. Қай жерде болмасын, екі адам болып қалса да намаз оқитын болса, жамағат еткені дұрыс, жамағат болып оқығаны дұрыс. Екеуі бөлек-бөлек оқығаннан. Қайсысы имамдыққа шығады дегенде, намаздың қыр-сырын жақсы білетін адам, яғни қателескен кезде саху сәждені қалай жасайтын, немесе қателеспей оқуды қалай білетін адам сол тұрғаны жақсырақ, әл-ә'ләм. Одан кейін суммал ақра, одан кейін қарирағы, Құранды кім жақсырақ оқыса сол тұрсын деген екен. Енді бұл ахлі Құран менен, ахлі иман менен достасу, бұл жалғыз мына қарапайым халыққа ғана емес, жалпы адамның барлығына қажетті дүние екен. Тіпті басшылықтағы адам, мүмкін мекемеде басшы шығар, мүмкін мемлекеттік бір қызметте басшы шығар. Қай жерде басшы болмасын, негізі айналасында кімдер жүру керек? Ахлі иман, иманы бар, Құраннан пайы бар, Құранның ілімі қонған адамдар жүргені жақсы жанында. Бұған дәлел ретінде Ибн Аббас радиаллаху анхума былай деген екен: Канал Құррау асхабы мәжлисі Умар радиаллаху анху. Құрра дегеніміз қарилар, Құранды қыр-сырын жақсы білетін, Құранды оқып жүрген, жаттап жүрген қарилар Хазіреті Умар радиаллаху анхуның айналасында отыратын дейді. Хазіреті Умар өзі басшы болса да, бүкіл ел халықты басқарып жүрсе де, жанында кімдерді жинаған? Сондай Құранмен байланысы бар адамдарды. Ва мушауаратаху, оларменен машуара қылатын, олармен ақыл кеңес жүргізетін. Кухулан кану ау шуббана, жасы кәрісі болсын, немесе жасы болсын, ол жасына қарамай, Құраннан пайы бар адамды не қылатын? Жанына алып жүретін дейді. Тіпті осы риуаятты айтып отқан Ибн Аббастың өзі де негізі кішкентай бала болса да, сол бала кезінен Құранға деген махаббаты болғандықтан, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның батасын алғандықтан қызмет ету арқылы, сөйтіп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қандай бата берген еді?
мынау Ибн Аббастан үлкен Құранның ғалымы шықса екен деген бата берген еді. Сол батаның арқасында Алланың қалауымен Хазіреті Умар радиаллаху анху олардың кезеңінде де басшылықта жүретін. Міне, сондықтан негізі әхлі ілім иелері, Құран иелері құрметтелуі керек адамдар. وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَذْهَبَ الصَّحِيحُ المختار الذي عليه من يعتمد عليه من العلماء أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل لتغنر. Білгін. Жалпы барлық ғалымдардың көпшілігі мойындаған, бір сөзге келіскен, ол не? Қасиетті Құранды оқу, бұл зікірден де, тасбихтен де, сіз зікір айтқанда тасбих айтып мадақталасыз ба, содан да артық тұрады дейді. Қандай зікірлерді айтатын болсақ та, қасиетті Құранды оқу сол зікірлерімізден артып тұрады екен. Уағайруһума минал азкар. Сон барлық қандай зікірлерді ететін болсақ та, оның орнына Құран оқитын болсақ, оның дәрежесі, сауабы біздерге жақсырақ. Ендеше сондай дәрежедегі Құранды үйретудегі ақылы болып жүрген, соның адамы болып жүрген ұстаздарға, жалпы біздерге мынау өмірлік бағытты үйрететін ұстаздарға біздердің байланыстарымыз өте маңызды екен. Өте маңызды екен. Бұл мектеп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ұстаздығы менен, сахабалардың шәкірттігі менен құрылған мектеп. Бұл мектеп біреу келіп өзін құрметтету үшін шығарып, жол салып, өзін құрметке ие қылу үшін тырысып жүрген адамның мектебі емес. Бұл жалпы иман иелерінің мектебі, яғни ұстазға деген құрмет. Бұл жалпы қарапайым сіз бен бізге міндет. Бұған дәлел ретінде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан Айша анамыз радиаллаху анха риуаят етеді. Амарана Расулуллахи саллаллаху алейхи уассалам, Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам бұйыратын, адамдарды өздерінің құрметтіліктеріне қарай өз орнына отырғызыңдар деп. Адамдарды отырғызған кезде біреулерді төрге шығару керек болады. Ол кімдер? Үлкен ақсақалдар, ілім иелері деген сияқты. Алталаштың барлығы да басы қосылса, ұстаз төрді алады деп баяғыдан қазақта бекітіп шегелеген екен бұл құрметтің дәрежесін. Бұл құрметтің дәрежесін шегелегеннің нәтижесінде үлкен ұлы тұлғалы ұстаздар шыққан екен. Абай атамыз сияқты, Шәкәрім сияқты, Ахмет Байтұрсынұлы сияқты, тағысын барлығын қарасаңыз, осы мектептен шыққан шәкірттер бұлар. Бұл мектептің ар жағындағы фундаменті Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан құрылған. Аллах Тағала қасиетті Құранда Хаж сүресінде мынандай аятты баяндайды. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва ман юаззим шааираллах фа иннаха мин тақвал қулуб. Расында Аллах Тағаланың жер бетіндегі нышандарын, белгілерін құрметтеу бұл жүректің тақуалығы деген екен. Мешіт Алланың жер бетіндегі бір белгісі. Қағба, Сафа, Марва тауы. Кез келген Алланың бір өзінің құдіретімен жер бетінде ұстап тұрған нәрселер бәрі Аллах Тағаланың белгілеріне айналады. Соларды құрмет тұтудың өзі бұл жүректегі тақуалықты білдіреді екен. Соның бірі
Аллах Таала өзінің қалауымен ұстайтын ілім иелері, әхлі илм, мына Құран иелері екен. Сондықтан имам Науави рахмаулла бұл кісінің хадис жинақтары Арбаин Науави деген атты өте мәшһүр, білеміз. Дәл сол сияқты мынау Ат-Тибян фи хамалатил Құран деген, фи адаби хамалатил Құран деген кітабында мынандай бапты ашқан екен. Әл-бабу салис фи икрами ахлил Құран ва нахи ан идаихим. Құран иелерін құрметтеу және оларға деген нұқсан, оларға бір зиян жеткізуден сақтану деген бап ашқан екен. Соның ішіндегі ең бірінші Құран аятқа тоқтағанда осы Хаж сүресінің ішіндегі баяндалған аят екен. Яғни Аллах Тааланың нышандарын құрметтеген адам бұл жүрегінде тақуалығы екен. وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Аллах Таала құрметті еткен нәрселерді құрметтеу, бұл да сендерге хайырлырақ болады Аллах Тааланың құзырында деген екен. Демек, біздердің мынау мешітке келгеніміздегі әдебін сақтауымыз, бұл біздің жүрегіміздегі тақуалығымыз. Қағбаға барғанда қағбаның әдебін сақтау, анау Замзам суының әдебін сақтап, дұғаменен ішу, анау Сафа мен Маруаға барғанда дұға етіп тұрып бару, кез келген Алланың құрметті еткен нәрсесін бізде құрметтеу, біздерге не екен? Міндетті екен. Соның бірі осы ілім ахлі екен. Жабир радиаллаху анхудан риуаят болған екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға мынау Ухуд жорығында, Ухуд шайқасында 70 шахидті берген кезде, бірінші қабырға кімді қоямыз деген кезде, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам айюхума аксару ахзал лил Құран. Құраннан пайы көп кім, қайсысы, соны қойыңдар деп бұйырған екен. Демек, міне Құранға деген пайына жеткізу, сондай дәрежеге жеткізу бұл ұстаздың арқасында ма? Онда ол ұстазды да өлгенше біздер құрмет етіп батасын алуымыз керек екен. Абу Муса ал-Аш'ари радиаллаху анху былай дейді: "Инна мин ижлалиллахи таала икрама лиш-шайбатил муслим." Аллах Тааланың мынау құрметті еткен нәрселерін құрметтеу біз жүректегі иманның, тақуалықтың белгісі дедік пе? Дәл сол сияқты Алланы ұлықтаған болып есептеледі екен қартты, қарияны құрметтейтін адам. Өкінішке орай қазіргі таңда қарияларды құрметтеу деген қалып бара жатыр. Олар өз міндеттерін атқармай қалған болуы мүмкін. Жастық шақта ілімді елемей, білім алмай, қартайған кезде қандай ақыл айтсын енді? Ақыл айта алмай, әшейін отырған болып, қариялық жасқа жеткесін амал жоқ отырған болуы мүмкін. Соны бұрынғы қариялар сияқты жақсы сөздерді айтатын, бағыт бағдар беретін, ондай қазіргі ақсақалдар, қазіргі қариялар қазір ондай жоқ деп тұрып, құрметсіздікке баруға бізге жол жоқ екен, құрмет жаман. Біздің міндетіміз жалпы қария кісіні құрметтеу екен. Оның аузынан дуалы сөз шықсын, немесе шықпасын, үндей алмайтын бір адам болса да. Дәл сол сияқты біздердің міндетіміз мына ілім иелеріне құрмет ету екен. Тіпті олар
біздің ойымыздағындай бұл қызмет етіп отқан болмаса да, біздің ойымыздағындай қылып көңілімізден шықпайтын болса да. Неге? Біздің міндетіміз болған нәрсені біз атқаруға міндеттіміз. Олардың міндетіне біз араласпауымыз керек, олардың кемшілігіне. Әрине оларды да ескертетін, көпшілікте емес, жекеге келіп ескертетін адамдар болғаны дұрыс. Қай жағынан болса да. Инна мин ижлалиллахи таала икрама бишшайбатил муслим. Мұсылман қарияны құрметтеу бұл Аллах Тааланы ұлықтаған болып есептеледі. Ва хамилил Құран, және Құран иелерін, Құран тасып жүрген, жүрегінде Құраны бар адамдарды құрметтеу, бұл да Аллах Тааланы ұлықтау болып есептеледі екен. Ғайрил ғали фихи вал жафи анху. Андай бір шеттен шығып емес, тым бәсеңдетіп емес, өз орнында кәдімгідей құрметтеу әрбір мұсылманның міндеті екен, құрметті жаман. Ва икрама бис султан. Сұлтанды да, патшаны да не істеу? Икрам ету. Жақсы ашқан әл-муқсит, әділ патша деген екен. Бұны имам Абу Дауд риуаят еткен екен. Жалпы көріп отқанымыздай, құрметті жамағат, ілім иелерінің Аллах Тааланың алдында құрметі зор. Тіпті имам Абу Ханифа және имам Шафиғи рахимахумулла, Алла ол кісілерге рахметсін, былай деген екен: Қала иллам якун ал-уламау әулия Аллах фалайса лиллахи валийюн. Егер ілім иелері, егер ғалымдар Аллах Тааланың әулиесі болмаса, онда Аллах Тааланың әулиесі жоқ деген екен. Біз әулие деп кімді айтамыз? Алланың досы деп кімді айтамыз? Егер әулиелердің қатарында ғалымдарды алмайтын болсақ, ілім иелерін алмайтын болсақ, онда Аллах Тааланың әулие дейтін адамы да жоқ деп айтқан екен. Бұны имам Абу Ханифа және имам Шафиғи айтқан екен. Сондықтан имам al-Хафиз, мухаддис, ғалым Абу Қасим ибн Асакир деген ғалым былай деген екен. Алла ол кісіге рахметсін. И'лам я ахи, білгін ей бауырым, вассақана Аллаху айяка лимардатих. Аллах Таала бізді және сізді, баршамызды өзінің разы болатын жолында ұстағай. Алла өзі разы болатын дәрежесіне жеткізгей. Важаалана мимман яхшаху ва яттақихи хаққа туқатихи. Және біздерді Аллах Таала өзінің тақуалығының ақысын берген құлдарының қатарында етсін. Білгін анна лухумал уламаи масмуматун. Мынау ілім жолында қызмет ететін ғалымдардың еттері, олар улы, өте сақ болыңыздар дейді. Улы етті кім жеуге дәті барады? Ілім иелерін жамандауды әшейін болып қалған бір кезеңге келіп жатырмыз, өкінішке орай. Бұл жай ғана бір сөз, екі адамның арасында өсек болатындай деңгейге түсіріп, бір-бірлеріне деген ілім иелерін өсектейтін адамдар пайда болып жатыр. Валлахи, мына сөзден кейін тыйылмасақ, мына Ибн Асакир деген ғалымның айтқанын қарайық, онда біз үлкен зиянға ұшырайтын боламыз. Қазіргі жүрген күйіміз мәз емес, бұдан да бейшараға айналып қаламыз. Сөздің жалғасында бұлай дейді: Ваадатуллахи фи хадки астара мунтақисихим маълуматун дейді. Ва анна ман атлақа лисанау фил уламаи биссал. Жақша, балағуллаху таала қабла маутихи бил маутил қалб. Валлахи, мен өзімнен шығарып айтып атқан жоқпын. Бұны Ибн Асакир деген мухаддис ғалым былай дейді: ілім саласындағы жүргендерді, ілім үйретіп жүрген ұстаздарды құрмет етпейтін адамдардың өлім алдында жүректері өліп қалады дейді.
өлім сәтінде жүректері өліп қалады деген сөз, бұл дегені калима тағы басқа бәрі тілге келмей қалады деген сөз, Құдай сақтасын. Валлахи, сіз бен біздің күнәда белшемізден батып жатсақ та, Алла кешіруі мүмкін. Өлім сәті келгенде калимамызды, тәубамызды қабыл етіп, ла илаха иллаллах деп тұрып калима айтып өтіп кетуіміз мүмкін. Бірақ та егерде мынау ілім иелері Аллах Тағала мынау жер бетінде өзінің деңгейіне қарай қызмет етуге ұстап тұрған ілім иелерін құрмет етпей, оларға бір зиянымыз тигізетін болсақ, тағы басқа өсек қылатын болсақ, онда калима айтып қалудан махрум қалып қалады екенбіз. Махрум болып қалады екенбіз. Бұл ғалым ғұламалардың өмірлерінде тәжірибе еткен, көздерімен көрген дүниелері және риwayat еткен. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ деген аятты да Нұр сүресінде келетін, соны негіз қылған екен. Мынау сахабалардың ішінде біз жоғарыда айтып отқанымыздай, бұл мектепті, әдеп құрмет мектебін Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам мен сахабалар құрып кеткен, құрмет шама. Біз бүгінгі таңда кімді үлгі етіп жатырмыз? Біз бүгінгі таңда өмір сүру қалпымызда кімді үлгі етіп жатырмыз? Ойланып қарайық. Әйгілі сахаба, басына бақ қонған кісі, Рабиа ибн Кааб деген сахаба болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды бір көргеннен иманға келген жастайынан бақытты бала болады. Бұл Рабиа былай дейді: мен Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды алғаш рет көргенімде бүкіл рухым, бүкіл жаныммен оны сүйіп кеттім дейді. Соншалықты мен өз-өзім ойландым дейді. Уақытыңды бос кетірме, ей Рабиа, бишара. Өз-өзін қалай қамшылайды қараңыз. Бишара, уақытыңды бос өткізбе. Әлемдерге жіберілген, рахым үшін келген пайғамбардың жанынан шықпа. Соның қызметінде бол, батасын ал деп тұрып, өз-өзіңді қамшылап, бір күні сүйікті пайғамбарымыздың алдына келіп, ұялған күйде: "Уа Алланың елшісі, сіздің жаныңызда жүріп, сіздің қызметіңізде болсам, рұқсат па?" деп айттым дейді. Сондай үміттеніп тұрмын дейді. Bir кезде Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам ия деп рұқсат берді. Қуанышымда шек жоқ дейді. Қызмет етуге, Расулулланың жанында күні-түні қызмет етуге дайындалып келіп рұқсатын алғанда қуанышымда шек жоқ. Тіпті мынандай сөздермен баяндайды: мен бейне бір көбелек қанаты өртенгенше анау жарықтың шамның айналасында айналғандай, дәл сол сияқты мен де соған ұқсас болып өзім сүйтемін деп кәдімгі Расулулланың жанынан шыққан жоқпын дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға соншалықты құрмет етуде болдым, күн демей, түн демей. Түнде де үйінің алдына барғанда құптаннан кейін әлде де жібергім келмейді, қасында болғым келеді, бірақ енді отбасысы бар ғой, ақысы бар ғой деп өткізем дейді. Түнделері кейде отырам, бөлмесінің жанында Құран оқығанын, намаз оқығанның дауыстарын естіп отырам дейді. Bir күні Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам тұрып былай деді дейді: ей Рабиа, не сұрайсың деп айтты дейді. Бата берейін деп жатыр. Мына бұрынғы біздердің ата-бабаларымыз ілім иелерінен бата алу үшін қызметінде табылып, ең соңында ырзалығымен сондай разы болып, ең соңында бір өзі келіп сондай бір сезім, саған мен батамды берейінші, қолымды жай деп тұратындай. Сөйтіп Рабиға сондай деңгейде қызмет еткен ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам батамды берейін, не сұрайсың дейді. Рабиа радиаллаху анху айтады: өте қиын жағдайда кедей өмір сүріп жүрген біреу едім дейді. Ойландым дейді, маған бұл дүниеде байлық берсе, үйленсем, үбірлі-шүбірлі болсам деп сұрайын деп сөйтіп тұрдым да bir кезде тағы нәпсімді қамшыладым да, жалған дүниенің бақытынан гөрі мәңгі дүниенің бақыты жақсы емес пе деп жәннаттың бақытын таңдадым дейді.
Осылайша Расулуллах айттым дейді. Ва Алла елшісі, жәннатта сіз бенен жолдас болуды, сіздің жаныңызда дос болып, жәннатта жүруді сұрап бересіз бе деп айттым дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам бұны кім үйретті саған деп сұрады дейді. Ва Алланың елшісі, ешкім үйреткен жоқ, ойланып осыны таңдадым дейді. Жақсы, онда маған көмектесесің ғой, сәжделерімді арттыра қойшы деп айтты дейді. Яғни намаздарымды, сәжделерімді арттыр деді. Осылайша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның батасын алып, Рабиа ибн Кааб деген сахаба айтады, келесіде мені үйлендіріп жіберді дейді. Сол баталардың арқасында сондай деңгейге жеттік, Абу Бакр менен мен таласып қалған кезім болды дейді. Сондықтан бұл өте уақыт қысқа болғасын жеткізе алмай жатырмыз. Бірақ құрметті жамағат, бұл мектеп, бұл шын ықылас мектебі, мұсылмандылық мектебі. Ең әуелі де, ең соңы да осы ниетке, ықыласқа барып тіреледі. Сондықтан ықыластарымызды, ниеттерімізді әрқашанда жаңартып жүрейік. Ілім иелерін жақсы көруді Алладан сұрайық. Себебі Аллах Тағаланың өзі соларды жақсы көруді бұйырып жатыр. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин.